Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге домашний лепешка жасайтын боламыз. Ол үшін менің инстаграм парақшама тіркеліп және YouTube каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды, майымызды және сүтімізді құятын боламыз. Екі жұмыртқаны қосып, тұзымызды және шекерді салатын боламыз. Тағы да дрожж салатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Енді біз ұнымызды салатын боламыз. Біз бірінші бөлігін салып жатырмыз, бірақ негізінде ұнымызды 3 бөлікке салып отырып илейтін боламыз. Міне енді біз жарты сағатқа қойып қойған қамырымызды алатын боламыз. Қамырымызды жайып 5 бөлікке бөлетін боламыз. Барлығын дәл осылай дөңгелетіп шығып, қойып шығатын боламыз. Міне біз қамырды 10 минутқа қойып қоятын боламыз. Енді біз қамырымызды алып, қамырдың дәл ортасынан басып, вилкамен тесіп шығатын боламыз. Енді біз нанымыздың бетін жұмыртқаның сарысымен жақсылап жағып шығатын боламыз. Себебі нанымыз піскен кезде қызарып, әдемі болып пісетін болады. Міне барлық нанға қара күнжіт сеуіп, 180 градуста 30 минутқа пешке салатын боламыз. Міне достар, біздің нанымыз дайын болды. Өте жұмсақ, әдемі болып пісті. Менің YouTube каналыма тіркеліп, қарап шықсаңыздар болады. Сіздермен бірге болған Лейла, астарыңыз дәмді болсын.